Жай механизмдерін танысайық. Жай механизмдер күшті түрлендіретін механизмдер. Яғни ол күштен ұтыс алу, оның қозғалысын бағытын өзгерту үшін қолданылады. Оның үш түрін жазайық. Біріншісі иіндік, жақша рычаг. Екіншісі блок. Оның екі түрі бар. Жылжымайтын блок, жылжымайтын. Екіншісі жылжымалы. Аты айтып тұрғандай, біріншісі ол өзі бекітіліп тұр, ол қозғалмайды, тек қана жүк қозғалады. Екіншісі жүкпен бірге ол жылжиды. Үшінші түрі көлбеу жазықтық. Көлбеу жазықтық. Біріншісі иіндік немесе рычаг. Бұған мысал ретінде қайшы, қысқаш, әткеншек, мына екі жағына отыратын, немесе мына суретті қараңыздар. Лом, тағы басқалар айтуға болады. Біздің суретте бізде бірінші күш болады, мынау бізде екінші күш болады. Күшке перпендикуляр бағытқа жібергенде ол D2, перпендикуляр бағытқа жібереміз, ол D1 иіндер болады. Осы иіндік тепе-теңдікте болу үшін, яғни ол айналмау үшін, бір орында тұру үшін тыныштықта тепе-теңдік шарты болады. Оның тепе-теңдік шарты, оның күш моменттері тең болу керек. Яғни сағат тіліне қарама-қарсы күш моменттер, сағат тіліне бағыттас күш моменттер өзара тең болу керек. Бұдан бізде F1D1 тең болады F2D2 деген тепе-теңдік шартын аламыз. Егер бізде бірнеше күш болса, онда сәйкесінше сағат тіліне бағыттастарды қосамыз сағат тіліне қарама-қарсыларға. Мысалы, мынандай иіндік алайық, мұнда трик, мұнда бізде F1 күш, F2 күш. Сағат тілімен бағыттас F3 болсын. Осы үш күш момент табамыз да бағыттастарды қарама-қарсыларға теңестіреміз. Келесі жылжымайтын блок. Жылжымайтын блок ол күштен ұтыс бермейді, ол тек қана күштің бағытын өзгерту үшін қолданылады. Яғни мына жүк бізде бірінші жүктің F1 болса, түсірген күшіміз F2 болса, онда ол күштен ұтыс бермейді. Ол тек қана бағытты өзгертеді. Екінші жылжымалы блок. Бұл күштен екі есе ұтыс береді. Мынау біздің F1 жүктің салмағы, F2 түсірген күшіміз. Сонда біздің түсіретін күшіміз жүктің салмағынан екі есе аз болады. Яғни ол күштен екі есе ұтыс алу үшін қолданылады. Үшінші көлбеу жазықтық. Көлбеу жазықтық ол ұзындығы биіктігінен, яғни ұзындығы L, биіктігі H. Ұзындығы биіктігінен қанша есе ұзын болса, біз күштен сонша есе ұтыс аламыз. Мысалы, жүкті F күшпен тартамыз, оның салмағы P болсын. Сонда бізде күштің салмаққа қатынасы биіктіктің ұзындыққа қатынасына тең. Мысалға, мына ұзындығымыз 10 метр болса, биіктігіміз 1 метр болса, онда біз күштен 10 есе ұтыс аламыз. Сонымен, механиканың алтын ережесін тұжырымдайық. Жай механизмдерді қолдану кезінде күштен қанша есе ұтсақ, қашықтықтан сонша есе ұтыламыз.